алу деген не? Қалай ойлайсыңдар? Білім деген ол, мысалы, бір информациялардың жиынтығы ма, жоқ басқа нәрсе ма? Мысалы, бұған дейін ертеректе, мысалы, кеңестік дәуір бар, біз мектепте оқыған кездері білімді ол бастағы информациямен деп есептейді. Яғни неғұрлым көп білсең, соғұрлым білімдісің. Яғни басқаша айтқанда, мысалы математикадан білімдісің, егер математикадан есеп шығару жолдарын, формулаларды көп білсең деген сияқты. Ал енді қазіргі таңда білімнің бұл анықтамасы өзгерген. Яғни білім ол көп информация білу емес. Сонда өздерің қалай ойлайсыңдар? Шынайы білім деп нені айтамыз? Және шынайы білім алу үшін қалай оқуымыз керек? Ал әділет, мысалы, ойыңды білдірші. Меніңше, сол қазірде білім өзгендегі яғни ақпараттың жиынтығы, бірақ сол ақпаратты қолдана білу керек қой. Сол қолдана білу үшін, осы үшін ақыл керек. Енді, мысалы, шынайы білім дегеніміз, сонда тек қана бастағы информация емес, сен информация жинақтап, жаттау үшін оқымауың керек. Сен әрбір, мысалы, өтілген тақырыпты, бір өтілген заңдылықты математикада, мысалы, физикада, химияда жақсы керек. Неге деген сұраққа жауап іздеп отыруың керек? Неге мына формула орындалады? Неге мына жерде мына теореманы қолданамыз? Неге судың формуласы H2O? Оны қайдан білді адамдар? Сутектің екі атомы, оттектің бір атомынан судың молекуласы тұратын. Неге? Просто H2O-ны біліп емес, просто жай мына формуланы біліп емес, неге деген сұрақтарды білуіміз керек қой. Ылғи неге деген сұраққа жауап алып отыру шынайы білім алудың бастамасы. Айттыңыз ғой, біз шынайы білім ол неге деп сұрақ қою деп. Мысалы, біз формативка, суммативка тапсыру үшін бізге көп уақытымыз кетеді. Сол үшін біз неге деп сұрақ қойып, мысалы, белгілі бір әр тақырыпқа неге деп сұрақ қоя бергенге уақытымыз біздің физикалық тұрғыдан мүлдем жетпейді. Бір қарағанда сенің сұрағың қисынды. Жаңағы айтқан ойың. Ең алғаш, мысалы, көбісі оқушыларға айта бастаған кезде, неге деген сұрақтың жауабын тауып отыруға көп уақыт жұмсаңдар деген кезде, жақсы оқитын оқушылардың көбінің келтіретін қисын осындай болды. Уақыт кетеді, оның бәрін мысалы, үлгермейміз деп. Бірақ енді тәжірибе соны көрсетіп отыр, бір парадоксты көрсетіп отыр тәжірибе. Егер сен қандай да бір тақырыптың неге деген сұрақтың бәріне жауап берсең, бір өтілген тақырыпқа, мысалы, қарапайым айтайық, өткен аптада өткен тригонометрияның келтіру формулаларына. Ол келесі бір тақырыптың негесі оңай ашылады, біріншіден. Екіншіден, ешнекені арнайы жаттаудың қажеті жоқ болады. Ол өз-өзінен оны жаттау, бір информацияны жатқа білу, сол жаңағы сенің неге деген сұрақтың жауабын іздеудің жанама әсері ретінде болып қалу керек. Арнайы емес. Үшіншіден, өзіңе қажет уақытта сен оны тіпті ұмытып қалғанның өзінде оны оңай қорытып шығарып аласың. Бір анықтамалы ақпарат көздеріне қарап отырып, кейін бірнеше уақыт өтіп кеткен кезде соны қарайсақ, орын-орнына жаңағы мозаиканы құрастырған сияқты оңай келе салады. Ал жаттамасаң, сен оны ұмытып қаласың. Сонда неге деген сұрақтың жауабын іздеу арқылы оқу қуып бергенде уақытты үнемдейді ғой. Әрі оқу әлдеқайда жеңіл болады. Өзің ойлашы, қаншама нәрсені тупо жаттаған оңай ма, жоқ әрбір нәрсенің мағынасы ашылып оқылған оңай ма? Қайсында сен көбінесе рухани ләззат аласың? Бір нәрсенің мағынасын түсінгенде ма, жоқ құр механикалық жаттап алғанда ма? Өздеріңе ойлай беріңдер. Осы біраз уақыт болды, Богатый папа және Бедный папа деген Роберт Кийосакидің бір шығармасын оқып шықтым. Сол шығармадағы көтерілген мәселе, ол қазіргі кездегі біздің мектеп барысында оқыватқан бүкіл жаттығында алған білімдеріміз кейінгі біздің өмірімізде мүлде қажеті жоқ және бізге ешқандай көмегі тимейді деген тұжырымдама басты мәселе болып саналады. Сіз осы ойды қалай ойлайсыз негізінен? Қалай қарайсыз осы ойға? Енді бұл әңгімелерді алдыға тартылғаны көп кездескен. Мысалы, кейбір балалардың бізге оқудың қажеті жоқ, көптеген әлемдік деңгейдегі әйгілі бизнесмендер мектепте осылай оқымапты, университет тастап кетіпті. Жаңағы кең тараған кітаптардың бірі Роберт Кийосакидің «Богатый папа, бедный папа» деген кітабында Роберт Кийосаки дәлелмен, дәйекпен
білім жазған. Мысалы мектепте бізде үйретеді, жақсы оқу орнына түсесің, сөйтіп тұрақты жұмыс ізде дейді. Бұл кедейшілікке бастайтын жол деп түсіндіреді. Бір жағынан Роберт Кийосакидің бұл айтқан ойына толықтай келісемін. Бірақ бұл жерде бір кілтипан бар. Ол Роберт Кийосаки ол жерде жақсы оқу деп, білім деп, шынайы білімді айтып отырған жоқ. Біздің басымыздағы қоқысты айтып отыр. Яғни біз жаттанды білім алу, формулаларды жаттап алу, емтиханнан өту үшін ғана дайындалу, ол жаттандылыққа келеді, ал жаттанды білімнің бәрі ол ешқандай пайдасы жоқ, басындағы қоқыс. Ол сені ештеңеге дайындамай, өмірде ешқандай керегі жоқ, ол сені тұлға ретінде алдыға жылжытпайды. Ал егер сен шынайы білім алсаң, сен кейін кәсіпкер болсаң да көп пайда іздейді. Біз қазір мектепте өзімізге керек, болашаққа керек пәндерді ғана емес. Мысалы мен болашақта өз өмірімді информатикамен байланыстырамын, ал қазірше мен биология, химия сияқты пәндерді оқып жүрмін. Солар болашақта маған қандай қажет, неге олар маған қажет, қазір қажет болып тұр. Енді қазіргі таңдағы мысалы оқуға ұмтылып жүрген балалардың негізгі алға тартатын сұрақтарының бірі сосы. Мысалы мен математик болмаймын, маған мына тригонометрияны, мына логарифмді білудің не қажеті бар деген заңды сұрақ туады. Бір жағынан өте дұрыс. Сенің мысалы ол қазіргі математикадан алып жатқан білімдерің, биологиядан немесе химиядан алып жатқан білімдерің көп жағдайда өмірде мүлде қажет жоқ болады. Бірақ бір нәрсе өте қажет болады. Сен жаңағы тригонометрияның алған білімің өміріңде қажеті жоқ, бірақ сол тригонометрияны қалай үйренген дағдың, соны үйренуде жаңағы өз бетінше үйреніп, өзің ізденіп, жаңағы неге деген сұрақтарға жауап берудегі процестегі сенің жинақтаған машығың, ол сен қой бақсаңда керек болуы мүмкін. Ол сені ізденіске үйретеді. Ол сені мұғалімге арқа сүйемей, өз бетінше білім алуға үйретеді. Ол өз кезегінде ешкімге арқа сүйемей, жауапкершілікті өз мойныңа ала білуге үйретеді. Ал жауапкершілікті өзіңе ала білу, ол кәсіпкерліктегі ең бірінші қағида. Тура сол сияқты биологияда, химияда да. Мәселе оны үйренуде емес, соны қалай үйренудегі процесің саған көмектеседі. Одан алған багажың емес. Шынайы білім деді ғой, мен осы математикада шынайы білім алғанда, маған математика ұнайды. Бірақ менің осы математиканы ғана жақсы оқи берсем, мен басқа пәндерім қалып қалады деп ойлаймын да, өйткені оларға маған онша қызық емес математика сияқты. Бірақ менің алтын белгі алғым келеді. Осындай кездерде енді алтын белгі алу үшін, егер мақсатың тек қана алтын белгі алу болса, ол жақсы мақсат емес. Ол тіпті сорақы мақсатқа жатады. Ол қуып келгенде сен алтын белгіге ұмтылғаның, ол сенің бақытсыздыққа ұмтылғаныңмен бірдей. Алтын белгі алу үшін оқу, ол сені бақытсыздыққа бастайтын сара жол. Неге? Ол деген сөз алтын белгіге алуға керек емес деген сөз емес. Сен шынайы оқып жүріп, алтын белгі сенің жанама әсері болып қалса, соның побочный эффект дейді ғой, онда ол жақсы. Ал сен алтын белгі алу үшін арнайы оқу, ол деген сөз оның ар жағында салыстыру жатыр өзіңді басқамен. Ал салыстыру адамдардың бақытсыздығының 90% ол салыстырудан тұрады. Ол кейін басқа бір салыстыруға ауысады. Жарайды мектепте ештеңе емес. Бірақ сол жаңағы әдет, сол механизм қалып қалады. Сен титулға ұмтылу құрын, оның мағынасына емес. Сен формаға ұмтыласың, оның мазмұнына емес. Сондықтан алтын белгі, арнайы алтын белгі алам деп еш уақытта ұмтылма. Бірақ жақсы оқып жүріп, байқамай алтын белгі алып қалсаң, ол тамаша нәрсе.